Бүгін апельсин мен тауық етін дайындайтын боламыз. Біз бисмилля деп бастаймыз. Ең алдымен 500 грамм тауықтың төс етіне тұз, бұрыш, сұйық май, жұмыртқа қосып, араластырып 15 минутқа қоя тұрамыз. Енді соусын дайындаймыз. 60 грамм суға 2 ас қасық соевый соус, 2 ас қасық рисовый уксус, 1 ас қасық сұйық май, 1 ас қасық кукурузный крахмал және апельсиннің цедрасын, апельсиннің согын осы ыдысқа құйып жақсылап араластырамыз. Осыған свежий чеснокты теркадан өткізіп 1 шай қасық немесе дайын сушеный чесноктан 1 шай қасық қосып тағы бір араластырып аламыз. Бөлек ыдысқа 100 грамм ұн, 60 грамм кукурузный крахмал екеуін араластырып, маринатталған тауықтың төс етін аунатып шығамыз. Қызып тұрған майға жақсылап қуырып аламыз. Тауықтың төс еті дайын. Енді соусқа кірісеміз. Соусымызды араластырып отырып, қатты қызып тұрған табаға құямыз. Соусымызды араластырып отырамыз. Соус өзі қоюланған кезде дайын болады. Соусты тауық еті үстіне әдемілеп құямыз. Менде гарнирға рассыпчатый күріш. Оның рецептін басқа менің видеомнан қарай аласыздар. Соустың үстіне ақ күнжутты сеуіп аяқтаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.